құрт бере аласыз ба маған? Осы құртты біз машинаға ауыстырайын деп жатырмыз. Ассалаумалейкум достар. Бүгін біздің құртты машинаға айырбастаудың соңғы сериясы. Сіздерге барлығын толықтай түсіндіріп берейін. Бұл проект бізде негізінде 2021 жылы басталған. Ол идеяны мен Америкада, Канадада скрипкадан үйге ауыстырған бір жігіттен көрем, YouTube'тен. Неге осы нәрсені жасамасқа дейтін ой келеді. 2021 жылы мен пиццадан бастаймын и Балиге путевкаға дейін деп өзіме мақсат қоямын. Бірақтан швейцарский сағатқа дейін жетем. Есімде жоқ, 250 мың теңгелік па. Соған келген кезде мен тоқтап қалам. Ауыстыру ары қарай невозможно болып қалады. Өйткені оказывается швейцарский сағатты түсінетін адамдар да өте аз екен. Бағасы қымбат, бірақтан түсінетін адам аз. Осындай қателікті жасамаңыздар. Сөйтіп мен осыдан 1 жыл бұрын жаңа бір идеямен бастаймын. Ол құрт болсын дейді. Енді қазақтар құртты жақсы көреміз. Құртты бізге бір апа тегін берген тұғын. Оны ауыстырып, бірінші серияны түсірдік, екінші серияны, үшінші серия қымбат призге келген кезде 100 мыңнан асқан кезде өте ауыр болды ауыстыру. Өйткені кейбіреулер рекламаны өзінің инстаграмда тағы да түсіріп берші деп неше түрлі заттар болды. Көп адамдар өте үлкен көмектесті. Әрбір сол ападан бастап соңғы Берекжан iPhone 14-ті берген адамдардың барлықтарына үлкен алғысым шексіз. Сөйтіп біз автобазарға барамыз. Өкінішке орай біз автобазарда түсірген видеомыз блогер маған оны телеграммен жібердім дейді. Бірақ телеграмда маған жетпей, ол видеоны удалить етіп тастайды. Сөйтіп біз сіздерге енді автобазарда болған нәрсені айтайын. Көп адамдар келіспеді. Бізде 3 вариант болды. iPhone 14-ті машинаға айырбастау. Енді iPhone 14 ол кезде енді шыққан тұғын как раз. И соны айырбастап біз 3 вариантқа келеміз. Сол кезде мен ойлаймын, блин, осыдан чуть-чуть жақсырақ болса. Өйткені 99-шы машина болды, там какой-то ладалар болды да. Ладалардың енді состояниесі вообще ужасно тұғын. И ойма жақсы бір машина келсе екен, ниеттенемін да қатты. Хотя бы бір осындай бір машина болса ғой деп айтамын. Сол кезде мынаяқтан бір жігіт келеді. Ол жігітті біз как раз танимыз. И сонымен короче сол жерде саудаласу, бәрін түсіндіру, сол нәрселердің бәрі басталды. Қалай ойлайсыздар, біз соны ауыстырдық па, ауыстырмадық па? Та-дам! Міне сендерге осы Nexia. Негізінде ауыстырған кезде қуанышымда шек жоқ болатын тұғын. Бірақтан сол видео жоқ болып кеткеннен кейін настроением жоқ болып, құрсыншы бар деп мен бұл проектке тастап кеттім. Көп адамдар жазды, не болды, жеттің ба, жетпедің ба деп. Сөйтіп, осылай болса да барлығын түсіндірейінші деп мен осы машинаны көрсетіп отырмын. Машинаның состояниесі енді ескі машина болғаннан кейін ескі машина, бірақтан Құдайға шүкір, осы құрт осындай болып кетеді дейтін нәрсені мен өзім сенбеген едім. Барлық нәрсе мүмкін дейтін осы деп ойлаймын. То есть адамдар әрекет жасамай, ой, біздің мемлекет мынандай, ақшам жоқ, бір нәрсем жоқ. Просто нужно встать и двигаться. Бұл проекттің тоқтай тұр. Бұл проект тоқтай тұр. Болашақ жол Ассалаумалейкум. Уалейкум, мынау ма? Идея негізінде бұл машинаны алып, екінші сезон басталу керек тұғын. Получается, осы машинаны алып, там, Land Cruiser'ге, там, Toyota Camry'ге ішіне там вложениялар жасап, айырбастап, сатып, бір сондай бір реалити, бір шоу жасау дейтін идея ой болған тұғын. Мен бүйтіп ойландым, YouTube'ке өзім бір контенттерді ойлап жатырмын да, и менің блогыма бұл авто тема негізінде келмейді. Сөйтіп, мына жігіткер, досым Арман Пирмановты білетін шығарсыздар, YouTube'тегілер точно біледі ғой. Как раз футбол, осы автоблог бойынша жүргізіп, кеше екеуміз сөйлестік, осы идеяның барлығын айттым. Арман айтты, енді как раз мен істейтін темам екен ғой деді. Маған мынада айтқан темасы, Сөйтіп мен бұл темада продюсер болып қалай слайд дедім. Мен продюсерім болған дұрыс. Жо, енді сен мынаны не дейсің бағасын сен? Маған болатын болса, получается, осыны енді келісіп алайық. Сен өзің кеше айттың, наличкаң жоқ дедің дұрыс па? Бөліп беруге, бөліп беруге дедік. Енді смотри, бұның рыночный бағасы колесадан бүйтіп қарап бүйтіп неған кезде 1,5 миллион теңгеге. Анау істейтін нәрселер бар. Шашақ қалғандар ма? Бұл и то одан лучше. Қай жылғы вообще? Шынымды айтсам білмеймін. Өзі жындысың ба, өз машинаңды білмейсің ба? Я обронил мозги. Енді ол машина андай болып келді ғой деп жатырмын ғой. iPhone-нан бүйтіп келгеннен кейін ол андай. Мынау қай жылғы? 2001 ме еді сондай тұғын, по-моему. 2001? По-моему. Мынау новый көз. Тоқта, мынаны новый қылып істеген ба сол кезде? Мен білмеймін, мен машинаны мен автоблогер емеспін. Сол енді автоблог болған. Карл какой-то странный. Арман, сен басқа темаға қазір біз секіріп кеттік негізінде ше. Секіргеннен гөрі жоқ, жылын бәрін біліп алу керек болып тұр ғой. Алан, көрші документін. Ашып, аяқтарында шыр. Кім Әліпбай Ғазизден? Соның хозяин ғой. Енді қашан аударып аласың атын? Мен оны не қыламын аударып өзіме. Мен ойладым сатқан адам болса оны аударып жатамыз. Оны танисың ба екенсің? Иә. Жақсы жігіт пе? Машина қай жылғы өзі? Не жазылмаған? Қай жерінде жазылады машина? Жазылмаған ғой. 2014 екен. Ой, ебай, А что, так можно было, что ли? 2001-ді. Қалай 2000? До такой степени машинаның жылын да сұрамағансың ба? Уже несі андай енді шаршағансың ғой. Сен автоблог сен келмесең, сен бұның келмесе екен өз түсінді ау. Жылын білмейді.
Короче, енді бұны біз істетіп сату давай керекпіз ба? басын бастайық енді. Бастама? Сенің блогыңа кетті ғой мына Иә, маған кетті. сөйтіп короче осы жігітке мен проектті берем, өзінің YouTube каналында құдай қаласа жалғастырады. Просто мына машина әшейін бір сатылып кету или дейтін нәрсе маған қызық болмады, потому что бұл машинаның өзінің үлкен тарихы бар. И құдай қаласа осы машина там, я не знаю, Land Cruiser ма, Toyota Camry ма бір нәрсеге айырбастап жететін болса, мен де өзім ішінен қуанышты болатын едім. Осы проектке барлықтарыңызға қарағандарыңызға үлкен рахмет. Біздің болмаса YouTube каналда енді келесі аптадан бастап біз уже съемканы түсіреміз, саламыз, бұл жақта топовый контент болады. Ол чуть-чуть басқаша болады. Өйткені сен детейлингке қазір кіргізіп неғанда өлт дегенде олар 500 мың теңге сұрайды сенен. Дұрыс па? Сен үстінен бір өлт дегенде бір 200-300 мың, 500 мың теңге көресің. Үйті бұны нормально сатуға болады деп ойлаймын. Бұны ма? Болды онда, Маке. Попробуем, құдай қаласа. Іске сәт.